Қымбатты менің тыңдарманым, өмір жолы арнасына қош келдіңіз. Бүгін сізге әсерлі әңгіме ұсынғалы отырмын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жәмила әжей 15 жылдан бері көзі көрмей төсекке таңылған. Келіні Айнакүл қарт ананың қас қабағын бағып, көңіліне кірбің түсіргісі келмей, осы уақыт аралығында бір ауыз артық сөз айтпай бағып қақты. Қария кісі әсіресе аурушаң болса жас балаша болып қалады емес пе? Барлық қажетін орындап, күн жылыда сыртқа шығарып, асты үстіне түсіп немерелері де бәйек болатын. Әсіресе Жанат әжесін ерекше жақсы көрді. Жанаттың алдында 2 әпкесі және жалғыз ағасы бар. Ол үйінің кенжесі, әжесінің қызы болып өсті. Қарт енесі үнемі өзің секілді адал келін бұйырсын саған деп батасын беріп отыратын. Айнакүлдің жалғыз ұлы болғандықтан іштей әумин деп қуанып қалады. Бірақ армандағы келін бұйырмайтыны оған беймәлім еді. 4 перзенті үшін аянбай еңбек еткен Сағындық аға мен Айнакүл жеңгей қарапайым тұратын. Отағасы такси айдап, жеңгей дүкенде сатушы болды. 3 баланы оқытты, қажетін өтеді. Үйдің кенжесі Жанат та мектепті аяқтап оқуға түсуді армандады. Бірақ балы жетпей ауылда қалып қойды. 1 жыл ауылда қалып әжесіне қарады. Сол жылы әкесі қатты ауырып пышаққа түсіп қалды. Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады деп, анасы да сиыр сүтінен бруцеллез ауруына шалдығып, ауруханадан бір-ақ шықты. Сонымен үйдің бар ауыртпалығы малға қарау, отын жарып, от жағу, 95-тегі қарт әжейге қарау бәрі Жанаттың мойнына түсті. Әпкелері тұрмыста, ағасы оқуда. Жанат мойымай үй тірлігінде сырттағы жұмыстарды да ата-анасына, әжесіне де қарауды ұмытпады. Одан сәл қолы қалт етсе, кітапқа жармасады. Қалайда биыл оқуға түсу керек. Бірақ оның бұл жолы да бағы шаппады. Бұл кезде ағасы қалада жұмыс жасап үйге қаражат жіберіп тұратын. Ата-анасының жағдайы түзеліп, беті бері қараған соң, Жанат қалаға ағасының жанына жұмыс жасауға кетті. Ақша тауып, ақылы болса да оқимын деп шешті. Әжесінің батасын алып қалаға келді. Ағасымен бірге көкөніс сатып ақша топтады. Ағасы Санат өте жуас жігіт, тірлігін істеп үнсіз күліп қойып жүре береді. Мінезі осындай болғандықтан бүкіл ауыл оны жақсы көретін. Жақсы жар кездесуін тілейтіндердің қарасы көп. Ақыры сауданың арқасында Жанат та оқуға түсті. Ағасында жұмысы дөңгеленіп, күннен күнге жақсара берді. Алғашында пәтер жалдап тұрды. Сосын жер алып үй соғып бастады. Барлығын Жанат екеуі бірге жүріп істеген соң ба, ағалы қарындас екеуі өте мейірімді болды. Ата-анасына да қаржылай көмек берді. Енді Жанаттың тек бір ғана арманы ағасына керемет келіншек жолығып сырлас жеңге табылса екен дейтін. Әжесі өмірден өтіп, ауылдағы қой ешкіні қасқыр талаған соң, соңғы қара малды сатқызып, ата-анасын қалаға көшіріп алды. Үйдің құрылысы аяқталмаған соң барлығы пәтер жалдап тұрды. Жанат оқуды аяқтап қаладағы мектепке тарих пәнінен мұғалім болып орналасты. Осы уақытқа дейін не жігітке қарамапты, не қыдырмапты. Үй аяқталып, енді бәрі Жанатты ортаға алып, тұрмыс құруын айтып, құлақ етін жей бастады. Бірінші ағам үйленсін, жеңгемді көріп, сырласып біраз жүрейін деген Жанатқа ағасы: қарындасым, осы уақытқа дейін көмек бердің, өзіңді ойламадың. Сенің жолың жіңішке, тұрмысқа шық деп рұқсатын берді. Жанат тұрмысқа шыққан соң, анасы келін алуды армандап Санатқа жар іздей бастады. Балам, бір күн аурумын, бір күн саумын, білесің. Қашанғы соқа басың сопайып жүресің. Үйің бар, жұмысың бар, енді мен де келіннің рахатын көріп, немере бағып отырайын, деп күнде айтатын болды. Содан Санат ауылдың қызын жар етіп, бір-ақ күнде бойдақ күнмен қоштасты. Өзінен 13 жас кіші сұп-сұлу келіншегіне қарап сүйсініп қояды. Алғашқы күндер жақсы өтіп жатты. Жас келін болған соң, майда шүйде олақ тірлігіне енесі көз жұма қарады. Өзі жуас кісі, келін келген соң мүлде тұйықталып кетті. Санаттың мінезі анасына тартқан болатын. Келіншегі бастапқыда үндемейтін. Бертін келе, неге сонша мінезі ауыр, неге үндемейсің? Тілің бар ғой, айтсайш, неге сонша сүмелексің, деп жайлы мінезін басқаға жорып тиісіп жүрді. Әлі жас қой деп Санат та үндемейді. Оқуын аяқтап дипломын алып берді. 2 балалы болғандықтан жұмысқа тұратындай болмады.
Балары әлі кішкентай болғандықтан 3 жылдай үйде отырып қалды. Үйде отырып жалықтың ғой, балаларға өзім қараймын. Жұмысқа тұрып бір мезгіл сыртта болып кел, деп енесі келіне қолдау білдірді. Жақын жердегі мектептің басшылығымен сөйлесіп жұмысқа тұрғызды. Басында бәрі әдемі еді. Бір күні ойламаған жерден жұмыстан шығып келді. Үйдегілер сұраса тіс жармайды, бар айтатын жауабы істегім келмейді дейді. Қайнатасы мән-жайды білу үшін мектепке келді. Алдынан шығып үлгерген директор мұны көрді де бөлмесіне қайта кірді. Айналайын балам, менің келген себебім, келінім осында оқытушы болып жұмысқа тұрып еді, көп болмады. Таңертең күнде жұмысқа бармаймын деп жатып алады. Себебін сұрасақ айтпайды. Мектепте бір жағдай болды ма? Деді сұраулы жүзбен. Келініңіз жұмыстан шығарылды. Ауданнан сондай бұйрық келді. Ата-аналардың бірі шағым түсіріпті. Егер маған шағымданғанда шешіп беретін едім, істі насырға шапқызбаушы едім. Бірақ ол ата-ана тікелей ауданға шығыпты. Айтуынша баласына қол көтерген көрінеді. Аңтарылып қалған Сағындық аға үнсіз есіктен шығып кетті. Үйге келгенше дәрмені құрып, аяқтары дірілдеп әрең жетті. Кешкі ас үстінде ақырын әңгіме бастады. Келін шырағым, мектеп директорына барып жолықтым. Айтқандары рас па? Деді сабырлы үнмен. Рас, деп діңк етті келіні. Ішер асына түйіліп қалған қайнатасы ары қарай не айтарын да білмеді. Ұрмай енді не құдайдың ұлы ма еді? Тыңдамай миды аштады. Сосын ұрдым, деді ашулы үнмен. Көрші қоланға масқара болдық, деп енесі бетін шымшыды. Осы оқиғадан кейін келіні үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын, деп ызыңдай бастады. Бір-екі мектепке барып еді, еңбек кітапшасындағы жазуларды көріп, қабылдамай қайтарып жібереді. Амалсыз мемлекеттік жұмысқа қабылдамаған соң, пельмен цехына жұмысқа тұрды. Ұрыс жанжалдың барлығы осы жұмысқа тұрған соң басталды. Күйеуі Санат тым жуас. Келіншегіне артық ауыз сөз жоқ. Тіпті қайда барасың, қайдан келесің деп те сұрамайды. Осы мінезін біліп алған жас келін бір жерге баратын ескертуді де жөн санамайды. Бірте-бірте кеуіне де суық қарайтын болды. Жанына да жақындатқысы келмей тыжырынып шыға келеді. Жұмысқа асығып ерте кетеді, кеш келеді. Келгенге дейін Айнакүл апа үй тірлігін тындырып қояды. Тіпті тамағына дейін дайындайды. Көрші қолаң сөз ете бастады. Келін алып қолыңда зырмадау, өзің келін боп зыр жүгіресің. Ондайда Айнакүл апа қайтем енді, байғұс жұмыстан шаршап келеді. Бір жағынан болсайында менде, құр үйде отыра бергенше деп құтылады. Күндер өтіп жатты, келіннің жұмысы қауырт. Күннен күнге тым кеш келетін болды. Күйеуі де қадағалап сұрамаған соң жас келін өз дегенімен жүретін халге жетті. Бірте-бірте мінезі де өзгеріп сала берді. Кеш келсек кептелісті сылтаурататынды шығарды. Бір күні Сағындық аға келіні кешіккен соң сыртқа шығып көрді. Дала тас қараңғы. Анадайдан көліктің жарығы байқалды. Шеттегі дүкенге кіріп темекісін алып шыққан сол, әлгі көліктен аяғын наздана басып келіні түсті. Сылқ-сылқ күліп қоштасқан ол аялдамаға қарай жүрді. Өз көзіне өзі сенбеген Сағындық аға дереу үйіне беттеді. Тез-тез басып кірген ол жүзі сұрланып келінін күтіп отыр. Немересін ұйықтатып Айнакүл апа да бөлмесіне шықты. Есікті ашқан келіні ата-енесін көріп тыжырынып қалды. Жақтырмаған сынай танытып бөлмесіне кіріп бара жатыр еді, қайнатасы тоқтатты. Келін, айналайын, бүгін тым кеш келдің. Оның үстіне, «Я, жолдың бәрі пробка ғой енді», деді. Неге жұмысшылар таситын көлікпен келмедің? Әлгі машинедегі кісі кім? Бастығым. Көлік бұзылып жұмысшыларды өзінің көлігімен тасыды бүгін. Енді бәріңізге отчет тапсырмайтын шығармын, деді ашуланып. Осы кезде Сағындық аға қатты ашуланып орнынан атып тұрды. Тапсырасың, осы үйде тұрасың ба? Демек бізге бәрін айтып отырасың, деді қалшылдап. Пысқырып та қарамаған келіні бөлмесіне кіріп кетті. Жұмысынан шаршап келген Санат демалып жатқан болатын, оянып кетті. Сен енді келгенсің бе? Бүгін бәрін келісіп алып мені тергеп жатсыңдар ма? Саған не көрінді? Ештеңе, жатып демалайықшы, деді Санат. Келіннің мына жүрісі ұнамаған Сағындық аға күндіктене бастады, іштей тына алмады. Барып кемпіріне айтты. Ойбу, мұның не шалау?
келінді аңдып жүрсің бе? Бұзылса бұзылған шығар мәшинесі. Құрсын, ешкім естімесің, деген соң Сағындық аға да сабасына түсіп үнсіз қалды. Бірақ күнде жеңіл көлікпен келуін қоймады. Соңында шыдай алмай кетті. Келін отыр, әңгіме бар. Айта беріңіз. Қандай әңгіме? Деді келіні кірпідей жиырылып. Келін, шырақ, мені жақсылаптың да. Бір емес, екі емес, неге күнде бастығымен келесің? Мәшине бұзылды дедің, ал жарайды сендік. Жұмыстың көлігі болған соң дереу жөндеу керек шығар. Басқа жұмысшыларды неге ала келмейді? Немене, бастығына ерекше адамсың ба? Не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Не айтып тұрғаныңызды білесіз бе өзі? Денім сау, басым жайында. Сол үшін не айтып отқанымды өте жақсы білемін. Ал, жауап бер, неге? Қапелінде бұлай жағамнан алады деп ойламаса керек, келіні өтірік шыңғырып, жанжалдасып, кінәсі жоқ адамның кейпіне түсіп, жылап қоя берді. Араға инесі түсті. Шалау, қойшы енді. Жазықсыз кінә тақпайық та, көзбен көрмеген соң. Нені көрмеген соң? Нені? Жастарыңыз 50-ден асты, жап-жас келінге бұлай жала жапқанша өле қалмадыңыздар ма? Бір аяғыңыз көрде бола тұра маған кінә тағып, деп ашуланды келіні. Мен көзбен көрген соң сұрап жатырмын, неге күнде бастығына келеді деп. Басқа сұрақ қойдым ба? Жала жаптым ба? Мен тек не үшін дедім? Ал сен өзің жауап бере алмай, жанжал шығарып отырсың. Осы кезде өтірік ашуланып, бұл тақырыпта жаппақшы болды да, дастархан үстінде тұрған шай ішетін кесені алды да, қайнатасына қарай лақтырып кеп жіберді. Қақ маңдайға тиген кесе шытынап кетті де, маңдайынан қан бұрқ ете қалды. Зәресі ұшқан кемпір атып тұрып, йод бинт әкеліп зыр жүгіріп жүр. Өз ісіне ұялмаған келіні бөлмесіне бара жатыр еді, атасы «Көргенсіз», деді көз аларып. Кім көргенсіз? Маған жала жапқан сіз бе, әлде өзін өзі қорғаған мен бе? Деді келіні. Болды, енді шыдай алмайды екем, деп бөлмесіне жүгіріп кетті. Артынан енесі барды, келіні заттарын жинап жатыр екен. Қызым-ау, мұның не? Атаңнан кешірім сұрамайсың ба? Неге заттарыңды жинап жатырсың? Ләм бейім деп жауап қатпаған келіні тез басып шығып кетті. Қайда кетті, кіммен кетті, келе ме жоқ па, бәрі белгісіз. Кешкісін күйеуі келген соң мән-жайға қанық болды да үнсіз қалды. Кетсе кетіпті да, онсыз да күніміз өтер, деді. Балам-ау, 2 бала ше? Бізді іздейді ғой. Балаларды көріп тұрарсыздар анда-санда. Менің уже көңілім қалды. Әркімнен ол туралы естіп жүргендерім де жетеді. Ал бүгінгі қылығы тым шектен шығып кетті. Рас, әйел кісіге қол көтермеймін. Соны пайдаланып жүрау шамасы. Мен енді онымен бірге тұрғым келмейді. Деген Санат шаршадым деп бөлмесіне кіріп кетті. Келіне барайын десе не деп барады? Кешірім сұрайды ма? Қолын бір сілтейін десе 2 тәтті немересін қимайды. Осылай күндер өте берген, келіннен бір хабар жоқ. Енесі Айнагүл немерелерін сағынып ішігіп, мазасы кетті. Бір өзі емес, үй іші сағынып жүр. Ақыры Айнагүл апа шыдамай, келіне емес, құданың әпкесіне хабарласты. Құдағилары ертеректе қайтыс болып кеткен. Құдаша, саламатсыз ба? Дей беріп еді, құдашасы дүрсе қоя берді. Жағдайымызды қайтейін деп едіңдер. Қаршадай қызымызды алып, жетім деп елемедіңдер де. 2 баласымен үйден қуып жібергендерің не? Ұят бар ма өзі? Сізге келінін қалай жеткізгенін білмеймін, бірақ өтірік көлгірсудің қажеті жоқ. Әңгіменің тоқ етері қызымызды бөлек қойыңдар. Жас қой, өз күндерін өздері көреді. Бір келінге қарап қалмаған шығарсыңдар. Біздің қызымыз болмағанда да күндерің өтті ғой. О несей, келін екен деп үй тірлігіне жегіп қою керек пе? Қажет пе, өзің жаса. Қызымызға бөлек отау құрып беріңдер, деді ызғарлы үнмен. Құдаша, келінді біз қумадық. Кесе лақтырып атасының басын жарып өзі үйден кетті. Жүріс-тұрысы өзгерген соң тергегеніміз рас. Келін болған соң әдеп пен ибаны білу керек емес пе? Оның үстіне жастай бізге тапсырдыңыздар. Ары қарай өзіміз тәрбиелеп аламыз деп едік. Қысқасы бөлек шықсың, болмаса ажырассың. 2 баланы бағу қолымыздан келеді. Құдаша, ажырасқаны нес? Жаман ырым шақырмаңыз. 2 бала тұрғанда қайда барады?
Енді екі бала деп өз өмірін қорғылмайтын шығар. Ойланып жауабын айтарсыз. Екі немереңізді ойласаңыз бөлек шығарыңыз. Енді Санат үйдің жалғызы мына қара шаңырақты қалай тастап кетеді? Даңғарада 7 бөлмеге сыймады деп жұрттар күледі емес пе? Деп жатқанда құдашасы телефон тұтқасын қоя салды. Айнагүл ападан маза кетті. Екі жақтың үлкендері болып екі жасты қосамыз деп ойлаған ойы быт-шыт болып шытынаған кеседей пара-пара шықты. Амалсыз баласына келінді алып келуді сұрады. Бірақ Санат келсер емес. Әкеме қол көтерген, отбасымды адам құрлы көрмеген, сыйламаған әйелдің маған қажеті жоқ, деп бірден бас тартты. Бір күні Айнагүл апа көңіл жазып қайтайын деп көрші кемпірге келді. Көрші кемпір салқын қарсы алды. Баяғыдай күлімдеп, әй кемпір-ау демеді де. Әңгімені арыдан бастады. Я, қалдерің жақсы ма? Жүрміз өлместің күнін кешіп. Келін хабарсыз кетті ғой. Сол жаныма батып жүр. Немерелерімді сағындым. Барып алып келе ғой десем, Санатта қырсығып отыр. Келіндеріңді өздерің күн көрсетпей қуып шығып, енді несіне көлгірсіп отырсың? Қызық адам екенсің, деп қойып қалды көрші кемпір. Не деп отырсың? Күн көрсетпегені нес? Оны кім айтып жүр? Келіннің өзі айтты. Бір-екі рет үйге келгенде қуып шығыпсың. Қашан келіпті? Шатасып отырсың-ау. Мен сол келінді үйге келтіре алмай жатқан жоқпын ба? Өткен жолы есігінің алдынан көргенмін. Кеш қараңғысы қойылына бергенде қақпалдында тұр екен. Кірмейсің бе дегенде үйге кіргізбей тұр деді өзі. Дәл қай күн екені есінде ме? Әрине, абысынымның үйіне беташарға барып келген күні, өткен сенбіде. Айнагүл апа бірдеңе есіне түскендей орнынан атып тұрды. Жақсы, рахмет шәйне, кейін келермін, деп асыға басып шығып кетті. Үйіне келіп мусор тастайтын шұқырға қарай адымдады. Жексенбі күні есігінің алдын, қақпаның жан-жағын тазалағанда қиқымдалып қырқып тастаған бір ер адамның футболкасын тауып алып еді. Ойында ештеңе жоқ. Мусорға тастай салған. Енді сол есінен кетер емес. Мусор тастайтын шұқырға келіп қараса ештеңе жоқ. Шалы бәрін өртеп тазалап тастапты. Үнсіз үйге қайтты. Есінен кетер емес. Неге қақпа алдында жатыр деп ойлап еді сол кезде, бірақ келіні туралы жаман ой мүлде ойламапты. Ертеңіне күн ұясына батарда келіні тағы келді. Және ешкім байқай қоймады. Осы кезде көрші кемпір тағы көшеге шықты. Келінді көріп жанына жетіп барды. Әй шырағым-ау, үйге кіре алмай тұрсың ба? Айнагүл ондай қатал адам емес еді. Болмаса мен кіргізейін, жүре ғой. Жоқ, қажет емес. Егер қиын болмаса, мына затты қора жаққа апарып лақтыра салыңызшы. Бұл не? Деді көздері шарасынан шығып кемпір. Жай әншейін, сөмкемен іш киімдері ғой. Осы үйдегілердікін әкетіп қалыппын өткен жолы. Жарайды онда, деп кемпір үйіне қайтты. Үйге келген соң көрші кемпір біраз ойланып отырды. Сөмкені ашып көргісі келді, бірақ іш киімдер деген соң жеркеніп қалармын деп ойлады. Ертеңіне таңертең ерте тұрды да үйдің артқы қорасына көрші үйге қаратып сөмкені іліп қоя салды. Арада 3-4 күн өткен соң Санаттың отбасы өзгере бастады. Біресе Санат, біресе әкесі қайта-қайта мазасы кетіп, жұмысқа бара алмай жатып қала беретін болды. Кейде тіпті қатты ауырып қалатын. Сап-сау адам қалай аяқ астынан ауырады? Мүмкін суық тиді ме екен деп ойлаған Айнагүл апа жедел жәрдем шақырды. Олар еш кінәрат таппай тек ағза әлсіреген деп 1-2 дәрумендер жазып беріп кетті. Жедел жәрдемді көрген көрші кемпір жағдай сұрауға үйге кірді. Мән жайға қанық болған соң аз-мәз ойланып отырды да әлгі сөмке есіне түсті. Дымын білдірмей сытылып шығып кетті де үйді сырт айнала барып қараса қорада әлгі қара сөмке әлі ілініп тұр екен. Бар ойы бәле-жала осы сөмкеде ме екен деп Айнагүл апаны шақырып келді. Қой құрсын, келінім ұрысса шапылдап ұрсатын шығар, өтірік сөйлесе сөйлейтін шығар. Бірақ мұндай харам іске қолы бармайды, деді Айнагүл апа. Көрейік дешін, маған беріп кетіп еді, ішінде осы үйдің заттары бар, шатасып алып кетіппін деп еді. Қане, бер әкелші, деп Айнагүл апа сөмкенің ішін ашты. Ешқандай да іш киім жоқ. Қиқымдалып қиылған кәдімгі адамның шашы толы. Мынау не бәле?
Алла сақтасын деп апа қоқысқа апарды да өртеп жіберді. Дәрет алып іштей дұғаларын оқып бәле жаладан қорғанды. Көрші кемпір өз ойымен өзі болып үйіне қайтты. О, тоба, әлгі келін мені де алдағаны ма сонда? Санат та Сағындық ақсақалда жағдайы жақсарып қайта жұмысқа шықты. Бірақ Санаттың денесін бір ауырлық басып тұрғандай сезінеді. Бір күні жұмыстан қайтып жатқанда телефонына SMS хабарлама келді. Асығыста оқыған жоқ. Үйге келіп кешкі ас ішіп болып жайласып отырып телефонын іздеді. Сәлем, қалғалай? Менсіз күнің қалай өтуде? Балаларыңды сағындың ба? Кеткеніме шүкірлік айтқандайсың, мүлде хабарласпадың. Ал мен сені сағынып жүрмін, деген әйелдің сөздері жазылыпты. Біраз ойланып отырды да сағынсаң үйге қайт, деп қысқа қайырды. Бірақ жауап келмеді. Санат та артық ештеңе жазбады. Бірақ шай үстінде келіндері хабарласқанын айтты. Әкесі мен анасы қуанғаны соншалық дереу барып келінді алып кел деді. Бірақ Санат қарсы болды. Әбден шекесіне тисін, қатесін сезінсін, өзі-ақ келеді кейінде. Осы кезде тағы да телефон SMS келді. Егер балаларыңмен бірге отбасы болып тұрғың келсе, бөлек шығамыз. Немесе үй мен көлікті мені атыма аударасың. Болмаса балаларыңды да мені де көрмейсің. Ашуланып орнынан атып тұрған Санат, көрдіңдер ме? Құрақ ұшып әкеле ғой деген келіндеріңді. Міне, нағыз оның бет бейнесі. Оқыңыз, деп әкесінің алдына телефонды тастай салды. Шай үнсіз ішілді. Санат пен Сағындық аға өз жұмыстарына кетті. Сол баяғы Айнакүл апа ғана үйде жалғыз қалды. Күнделікті өмір өтіп жатыр. Келін сол күйі хабарласпады. Санатта қайта сөйлесуге құлқы жоқ. Соңғы SMS-нен кейін қатты көңілі қалған. Ал Сағындық аға мен Айнагүл апа немерелерін көрмегелі 5 айдың жүзі болды. Бір айтатындары, келінім не десе де келісеміз, алып келші. Бірақ Санат келіншегін алып келмеймін деді. Үй мен көлікті оның атына аударып, оның үстіне жалғыз ұл бола тұра ата-анамды қала жалғыз тастап бөлек тұрамын. Одан да өмірден қатынсыз өткенім жақсы емес пе деп ойлады. Қартайғанда немересіз қу бас болып қалай отырамыз, деп жылайды Айнагүл апа. Құрметті тыңдарман, бүгін сізге әсерлі әңгіме сыйлаған өмір жолы арнасы арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.